Атабай ұйымдасқан қылмыстық тобы Тараз және Бүркіт арақ шығаратын заводтарын, Корона, Шанхай ойынханаларын, Құлагер сауда базарын, Қалжат, Бақты және Достық кеден бекеттерін басқарған өте қауіпті топ болған. Атабаев өмірінің соңғы жылдарында Алматыдағы Көк базар мен Қорғас кеден бекетін өз бақылауына алды деген ақпарат тараған. Топтың саны шамамен 30 адам, ал басқа деректер бойынша 60 адамға дейін жетті. Ұйымның жетекшісі қант диабетімен ауырған Талғат Атабаев болды. Талғаттың келбеті біршама үлкен болған, себебі кезінде ол спортпен айналысқан екен. Ол 1967 жылы 15 маусымда Алматы облысының Ақсу ауданының Жаңсүгір елді мекенінде туылған. Балалық шағынан бастап Талғат Атабаев күреске қызықты. Бірнеше аудан, облыс аралық, республикалық жарыстарға қатысқан. Атап айтқанда еркін күрестен жастар біріншілігінде күміс және қола жүлдесін жеңіп алған. Халықаралық жарыстарда алтын медальдарды жеңе бастаған соң оған КСРО спорт шебері атағы табысталды. Тәуелсіздік жылдарында балуан спорттың беделді қайраткеріне айналды. Қазақ күрес федерациясының вице-президенті болған. Осы уақытта ол қылмыстық ортада да таныла бастады. Атаба Қазақстанның оңтүстік өңірінде белсенділік танытты. Бұрынғы палуан әрі футболшы өз тобын жерлестері Талдықорған облысының тумалары бұрынғы спортшылардан жинады. 90 жылдардың басында Атабаев Алматыға келіп, бір жылға жетер-жетпес уақытта қылмыс әлеміндегі ықпалды тұлғаға айналды. Атақты Сары Алмас екеуінің арасында достық қарым-қатынастар болған деседі. Бұдан бөлек Рысбек атты Қырғызстанның белгілі қылмыс басшысы бастаған кездесуде Рысбек Талғатқа ерекше құрмет көрсеткен деседі. Ал Сәлімбай атты өзбек қылмыс басшысы жаңа жылда Талғатқа құттықтауын білдірген деген әңгімелер сақталған. Соған қарағанда Талғат Атабаевтың қылмыстық әлемдегі ортасы өте кең болған сияқты. Интернеттегі бір деректер бойынша өзі өмір сүрген 38 жыл ішінде топ басшысы бірде-бір рет қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған. Тек бір рет 2002 жылы Алматы облысы ішкі істер департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері ол демалып жатқан саунаға кіріп ұстап алған. Содан кейін Талғаттан ТТ тапаншасы тіркеліп қылмыстық іс қозғалды. Бірақ кейін заңсыз қару сақтау фактісін оның айналасындағы бір деректер бойынша Аян атты серігі өз мойнына алып, ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі бостандыққа шыққан. Талғат Атабаев 2005 жылдың 10 немесе 12 желтоқсанында қайтыс болған. Сақталған ақпаратқа сәйкес оның артынан аңдып жатқанын байқаған жүргізушісі бұл туралы Атабаевқа дереу хабарлаған. Ішкі істер баспасөз қызметінің хабарлауынша, ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы тобы тұтқындауы кезінде полициядан қашуға тырысып, ол Toyota Land Cruiser көлігінен секіріп түсіп, Маркова мен Тимирязева көшелерінің қиылысында орналасқан Ацтек ойын клубының ішіне кірді. Бірақ қашып құтыла алмады. Клубтың ғимаратында ол өзін жайсыз сезініп, кейінірек қайтыс болды. Сот медициналық сарапшылар Талғаттың жүрек тамырлары мен артерияларының склерозымен ауырғанын анықтады. Сол ойынханада Атаба мен 3 комитетшілер арасында қақтығыс орын алған. Артынша жанжалда Талғат жедел жәрдем келгенше құлап, жіті жүрек жетіспеушілігінен көз жұмды. Бірақ топ жетекшісінің шекаралық кеден бекеттерінің көлеңкелі әрекеттері туралы тым көп білетіндігі және оның куәлігі кейбір генерал мен прокурорлардың қызметтерінен айырылуына әкеліп соғатын еді деген сыбыстар сақталған. Қылмыстық топ кедендік бекеттерде кәсіпкерлерден заңсыз алым салықтар жинағандығы туралы ресми куәліктер сақталған. Түсті және қара металдарды шекарадан өткізетін кәсіпкерлерден бопсалау сомасының көлемі $200-600 дейін жетсе, ал халық тұтынатын тауарлары бар жүк көліктеріне $2000-дан $3000 дейін салық салынатын көрінеді. Шекара кеден бекеттерінен ай сайынғы заңсыз табысы кейбір дерек көздерге сай $3 миллион асқан. Тергеу тобының арнайы баяндамасынан шекара кеден бекеттеріндегі жедел жағдайға қарағанда, Талғат Атабаев 2002 жылдың ақпанында өз адамдарын кеденге енгізе бастады. Кедендік шекараны күзету жөніндегі мамандырылған бөлімнің бастығы майор Самат Рамазанов болды. Қорғас бекетіне көліктердің есебін және кәсіпкерлердің аты жөнін тіркейтін Ердос деген адамды енгізді. Сол жылдардың өзінде-ақ кәсіпкерлер Атаба ұйымдасқан қылмыстық тобының бопсалауы туралы айтқан болатын. Әр жүк көлігінен алынатын сома мөлшері тауардың құнына байланысты $800-ден $1500 дейін жетеді. Мұны кеден әкімшілігі жақсы біледі, бірақ пәрменді шара қолданбай отыр. Ал құқық қорғау органдары арыз жазуға келіскен кәсіпкерлерге тауарларды өткізбейміз деп қорқытып, кеденшілердің өздері қысым көрсете бастады. Ұйымдасқан қылмыстық топқа қарсы басқарманың дерекнамасынан Достық бекетінің кедендік шекараны күзету жөніндегі арнайы бөлімнің бас инспекторы Асқар Айтжанов криминалдық авторитет Талғат Атабаевтың адамы ретінде арнайы есепте тұр.
Талғат Атабаев қайтыс болғаннан кейін тәртіп сақтау ұйымдары Атаба қылмыстық тобының әрекеті толықтай тоқтатылғанын хабарлады. Алайда 2007 жылы Алматының құрылыс базарларының бірінде ірі кәсіпкерді бопсалаумен айналысқан Атаба ұйымдасқан қылмыстық тобының бірнеше мүшесі ұсталды. Үш жігіт қытайлық құрылыс материалдарын сатумен айналысатын Мақсат есімді кәсіпкерден 2 миллион теңге талап еткен. Бұған қоса кәсіпкерді счетчикке қойып, ай сайын бригадаға $5,000 салық төлеп тұруы керек еді. Қарақшылар Мақсатты өзіне және оның жанұясына қарсы жаза қолданамыз деп қорқытып, кәсіпкер полициядан көмек сұрауға мәжбүр болды. Бұл туралы жәбірленуші былай деп айтқан сөздері сақталып қалған. Менің сауда орным жарты жылда дамып кетіп, бірден атабалықтардың назарын аударды. Олар тікелей менің арқамда қаржылық жағдайларын жақсартқысы келетіндерін айтты. Бұл азап бір аптаға созылды. Күн сайын таңертең олар базарға келіп физикалық күш көрсетумен қорқытып, маған және менің отбасыма жәбір көрсетеміз деп уәде берді. Сондықтан полицияға баруға тура келді. 2011 жылдың қаңтарында Алматыда Атаба ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшісі белгілі кәсіпкерден $200,000 бопсалағаны үшін ұсталды. 22 қаңтар күні кешке Бостандық ауданында құрықталған Өзбекстанның 32 жастағы тумасы екендігі анықталды. Дәл сол қаңтар айында Алматыда Атаба ұйымдасқан қылмыстық тобының тағы бір белсенді мүшесі есірткімен ұсталды. Құқық қорғау органдарындағы дерек көздерінің хабарлауынша, Алматының Жетісу ауданында бұрын сотты болған 25 жастағы жұмыссыз Жаркент қаласының тумасы болып шықты. Қалалық ішкі істер ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасының қызметкерлері ұстау сәтінде одан 200 грамм гашиш тапты. Осы 2011 жылдың наурыз айында полиция қызметкерлері бір жылдан астам іздеп келген Атаба ұйымдасқан қылмыстық тобының 33 жастағы мүшесін ұстады. Бұрын сотталған Жора лақап есімді ер адам өлтіруге оқтаулы бабы бойынша айыпталып жатқан. Өткен, яғни 2010 жылдың қаңтар айында оңтүстік Қазақстан облысында ол 7,62 мм АКМ-47 автоматының 3 жергілікті тұрғынға оқ жарақатын салған, деді тәртіп сақшысы. 2012 жылдың маусымында Алматыда Атаба қылмыстық тобының 2 мүшесі кәсіпкерден $5,000 бопсалаған. Оларды 100,000 теңге алып жатқан жерлерінен полицейлер ұстады. Ведомствоның ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы бастығының орынбасары Самуддин Әбдіқайымовтың айтуынша, қылмыскерлер алдымен Мерседес көлігін беруді талап етіп, кейін ірі көлемде ақша бопсалаған. Компанияның вице-президенті полицияға арызданған. Ағайынды қылмыскерлер Жамбыл облысының тумалары болып шықты. Екеуі де жұмыссыз. Тергеу тобының арнайы баяндамасынан: Атабаев қайтыс болғаннан кейін топтың белсенді мүшесі басшылықты қолға алды. Бір жыл ішінде Ішкі істер департаменті және Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері топтың қызметіне тұрақты мониторинг жүргізді. Дегенмен осы уақытқа дейін әрекетті бастауға болатын мәлімдемелер болған жоқ. Қазір олар коммерциялық құрылымдардың атын жамылып жұмыс істейді, яғни өздерін заңдастыруға мүмкіндік тапты.